Мен жақында Ел Медиа арнасының басшысы Гүлжан Ерғалиеваның тарих ғылымының докторы, орта ғасыр тарихының маманы, соны ең үздік біледі деген тарихшы Жақсылық Сәбитовпен алған сұхбатын тыңдадым. Сол сұхбатқа байланысты мен бүгін еріксіз сөйлеуге мәжбүр болып отырмын. Өйткені тарих деген халықтың, мемлекеттің жүріп өткен жолы. Оған мән бермесең, көп нәрсе ұмытылады. Ең бастысы, өзінің тарихын ұмытқан халық өзі де ұмытылады. Бұл өте қауіпті нәрсе. Жаңағы сұхбаттан мен білгенім, Жақсылық Сәбитов жаңадан жазылғалы жатқан Қазақстан тарихының 7 томдығында 3-ші томды шығарушы жетекші екен. Бұл орта ғасыр тарихы. Орта ғасыр деген қазақтың өміріндегі үлкен бір бел омыртқа сияқты тарих. Бұл кездегі кезең дұрыс ашылмай қалса, біздің қазіргі кезімізде, бұданғы кезімізде бұлыңғыр болып қалады. Сондықтан мен осыған ерекше мән беріп, өзімнің пікірімді білдіргім келіп отыр. Біз мына тәуелсіздік алған кезде тәуелсіздік өмірімізді өте жақсы бастадық деп ойлаймын. Менің бағам солай. Әсіресе тарихты тану жөнінде біз дұрыс бастамалар жасадық. Ең бірінші, Ордабасыда біздің Ақтабан шұбырынды деген әйгілі зобалаңда қазақ халқының 3 биі бас қосып, Ордабасыда мына Ақтабан шұбырындыдан халықты қалай құтқарамыз, оған кімді басшы қоямыз деп ақылдасқан жерінде үлкен жиын өтті. 3 президент қатысты. Қырғызстанның, Өзбекстанның, Қазақстанның. Халықтың сондай жігерленген рухында, шабытында бір жарқын бет-бейне болды сол кезде. Мен ішінде қатыстым ғой. Жігіттердің, қыздардың жарқырап сөйлеуінде, міне біз тәуелсіздігімізді алдық, соған енді ие болуымыз керек, тарихымызды зерттеуіміз керек. Соның ішіндегі бір үлкен белес. Бұдан кейін қазақ бола ма, болмай ма, жоқ қалмақтың езгісінде құри ма деген кезеңде біздің 3 әулие биіміз бас қосқан жер, Ордабасы, сол жерде үлкен жиын өткізді Назарбаев. Өлен кейін 1993 жылы, арадан 1 жарым жыл өткеннен кейін Орбұлақ шайқасының 350 жылдық тойын өткізді. Бұл тойда бүкіл Қазақстаннан қатысқан ел, жайлауда ел бармайтын ауылдан 70-80 шақырым таудың қойнауында үлкен жиын өтті. 350 жылдығын атап өтіп. Сол кездегі үкімет басшысы Терещенко баяндама жасады. Мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаев тарихи баяндама жасады. Бұл үлкен бір халыққа жігер берген, рухын оятқан жағдайлар болды. Содан кейінгі жағдайда, мына Қызылжарда, солтүстік Қазақстан облысында Сәбит Мұқановтың 100 жылдығы, Ғабит Мүсіреповтің 100 жылдығы мемлекеттік деңгейде атап өтілді. Бұл деген үлкен құбылыс болды. Бұның соңғы 2015 жылы қазақ хандығының құрылғанына 550 жылдығын Таразда атап өттік. Осылардың бәрі біздің тәуелсіздігімізді нығайтуға, дамытуға, халықтың рухын көтеруге теңдесі жоқ үлкен бір шаралар еді. Өкінішке қарай, бұл шаралардың бәрі бірте-бірте қазір ұмытылды. Қалай ұмытылды дейсіз ғой? 2023 жылы сол Ақтабан шұбырындының басталғанына 300 жыл болды. Сол бүкіл біздің қазіргі батыр бабаларымыз деп әспеттеп жүрген батырларымыздың 90% сол Ақтабан шұбырындыда елін қорғаған батырлар. Соның 300 жылдығы Қызылжарда Қожаберген жыраудың 360 жылдығына орай ғана бір
қалада атап өтілді. Мемлекеттік деңгейде, тарихи деңгейде ғылыми конференция өткен жоқ, атап өтілген жоқ. Дәл сол жылы Орбұлақ шайқасының 380 жылдығы өтті. Ол да тек сол Жаркенттің ауданның көлемінде ғана бір ғылыми конференция өтті, той өтті, сонымен о да бітті. Жақсы бастаған бастамалардың аяғы осылай құрдымға кетті. Бұл не деген сөз? Біз ілгерілеп келе жатқанымыз жоқ, шегініп бара жатқан сияқтымыз деген сөз. Бұл өте қауіпті жағдай. Жаңағы мына Жақсылық Сәбитовтің беріп отырған сұхбаттағы жауабы қарап, мені шошытты. Осы шошыған себептен мен осы бүгін сөйлеуге мәжбүр болып отырмын. Бұл орта ғасыр деген қай кезеңдерді қамтиды? Бұл 15 ғасырға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл сірә тарихтар 7-8 ғасырдан бастайтын болу керек. Бұл орта ғасырда қазақ Тәңірге табынуынан мұсылмандыққа көшті. Дін ауысты. Бұл үлкен құбылыс. Бұл жеке адамның ғана, жеке топтың ғана, бір ұрудың, бір тайпаның өзгерісі емес, бүкіл халықтың, ұлттың, мемлекеттің өзгерісі. Бұл дәл айтылмайынша біздің тарихта дәл айтылмайды. Ал мен бұны неге айтып отырмын? Гүлжан жаңағы Жақсылыққа сұрақ қойды. Біздің мұсылмандыққа көшуіміздің кезеңі қалай деп. Сонда Жақсылық Сәбит Өзбекқанмен байланыстырды. Сіздің айтуыңыз бойынша деп Гүлжанды атап өтті. Сол біздің мұсылмандық 14 ғасырда Өзбекқан кірген деп. Өзбекқанның мұсылмандықты бағалағаны рас, бірақ ол қабылдаған жоқ. Дінді, мұсылмандықты мемлекеттік деңгейге көтерді. Мемлекеттің діні қылды. Бұл жағынан Ибн Батуттаның айтуы мысалға, Ибн Батутта дінді осы Өзбекқанның тұсында қабылдады деп айтпайды. Оны мен де оқыдым. Ондай жоқ. Және Өзбекқанның айтында отырған Ибн Батутта айтады. Бұл Қырымда жолығады. Қырымнан кеп сарайға дейін келеді. Өзбекқанның қасында бірталай жүреді ол. Және сол кезде бұның Өзбекқанның қазақ екенінде бұл жанама дәлелдейді. Өйткені дейді, бұл мына Қырымда дейді, орман, тоғай, ағаш жоқ дейді. Бұл жерде малдың қиын отқа кептіріп отқа жағады дейді. Оны тезек деп атайды дейді. Бұл кімнің сөзі? Қазақтың сөзі. Бұлар арба жегеді дейді. Арба кімнің сөзі? Қазақтың сөзі. Арбаны біздің қаңлы бабаларымыз тұңғыш ойлап тапқан. Сондықтан олар қаңғыл аталған ана қаңқылдақ көлікті жасады деп. Және осы жаңағы арбаны айдайды, соның үстінде арбаға да мініп отыратын адамды жылқышы деп атайды дейді. Бұл жылқышы деген не? Жылқышы деген де қазақтың сөзі. Бұның екі баласы бар дейді. Қаныбек, Жәнібек деген дейді. Бір қызы бар дейді. Ит күшік деп аталады дейді. Ит те күшік те қазақтың сөзі. Ай, тарихшы деген айта салатын адам емес қой. Бұл логикаға, қисынға бағытын болған Ибн Батуттаның айтқанын өзінің тарихымен таратып отыру керек қой. Жарайды. Бұған орта ғасырда соңында біз қабылдаған болдық дейік діндік. Оған қалай көнуге болады? Қазақта орта ғасырда сақталған екі үлкен жазу бар. Қалған жазба бар, қолжазба бар. Оның біреуі Оғызнама, 9 ғасырда жазылған. Екіншісі Қорқытнама, о да 9 ғасырда жазылған. Бұл қалай? Оғызнамада біздің қазақтың Оғыз бенен Қарахан екеуінің әкелі баланың екеуінің дінге таласы айтылады 9 ғасырда. Сонда қалай ол 14 ғасырда болып дінге қабылдайды ол? Оғызнамада анық жазылып тұр ғой. Оғыз хан туғаннан мұсылман болып туады деп айтылады. Қарахан деген әулие қазіргі Таразда бейіті жатыр. Әлі жерде Айша бейбидің бейіті тұр. Сонда бұны тарихшы бұны атап өтпесе, өз тарихын ана әңгімеге қиыстыра алмаса, бұл қандай тарих бұл? Оғызнаманы оқымай орта ғасырды қалай түсінуге болады?
Қорқыт Набада Қорқыт бабамыз Тәңір дінінен мұсылман дініне бармаймын деп Сырдарияда қайықтың үстінде жүріп ақыры жылан шайып өлтірмей ме? Бұл немене қазақтың тарихы емес пе? Және Оғыз деген адамның ай, күн, жұлдыз, теңіз деген балалары болған. Бұл кімнің сөзі? Қазақтың сөзі емегенде. Және Оғыздың өмір сүрген жері қазіргі Түркістан облысы, Отырардың аяласы, сол жерде Баяндыр не деген Оғыз ханның баласының атымен осы күнге дейін аталатын жерлер тұр. Бұны жай адам білмеуге болады, жазушы да білмеуге болады, әнші де білмеуіне болады, тарихшы білуге тиіс қой. Бұл ұлтының, халқының тарихы ғой. Оны білмей отырып қалай біз 9 ғасыр мен 14 ғасыр арасында 500 жыл жатқан жоқ па? Оғызнама, Қорқытнама деген қолжазбалар біздің халқымыздың жазба тарихының басы сияқты нәрсе. Бұлар қасиетті кітаптар. Мына Әулие ата деп жүргеніміз осы Қарахан. Қазір бейіті Таразда жатыр. Кезінде Әулие атаның атын Жамбылға қойғанда Жамбылдың айтатын сөзі бар. Атыңнан айналайын Әулие ата, атымды ап қойды деп болма қапа дейді. Ана әулиеден кешірім сұрап отырып айтқан жаз. Бұл екі сөздің өзі қазақтың 2 ғасырлық тарихын қозғайтын сөздер. Сонан кейін кімнің? Шәкәрімнің сөзі тұр ғой. Оғыз хан Моғол ханның немересі дейді. Шәкәрімнің шежіресі. Бұл біздің тарихымыз ғой. Оғыз хан Моғол ханы. Моғол деген Шыңғыс ханның ата бабасы емес пе? Оғыз деген Шыңғыс ханның ата бабасы емес пе? Рашид ад-Динді оқымаған тарихшы орта ғасырды қалай айтады? Жамиғ ат-Тауарих деген орта ғасырдың тарихы Рашид ад-Дин жазған, парсы жазған. Міне осының бәрін жоққа шығарып сөйлеу деген тарихшыға лайық нәрсе емес деп ойлаймын мен. Өнен кейін güzel сұрақ қойды. Біздің қазақтың ең ертеден пайда болған тайпасы руы қайсы деп. Бұл Қоңыратты айтты. Өйткені ол Оғызнаманы оқымаған. Оғызнамада біздің ерекше тайпаларымыздың бәрі аталады. Сонда ел қандық көшіп келе жатқан кезде бірінші біздің тайпамыз Қаңлы. Қаңлы деген сөз, қаңлылар арбаны тұңғыш ойлап тапқан деп біздің ата шежіреміз айтады. Және екінші үлкен тайпа Қыпшақ. Ол ана кешіп баратқан көштің үстінде бір буаз әйел ағаштың бұла қабығының артасына барып сөздерге босанады. Содан ол бала Қыпшақ болып кетіп Оғызнамада жазылған. Бұл жазба тарих. Жазба тарихқа мән бермеу деген тарихты тәркілеу, тарихты теріс айналдыру болады. Оны айту керек. Мойындамайсың ба? Мойындамайтын дәлеліңді айт. Мойындайсың ба? Халқыңның тарихына қарсы шықпау керек. Бұл тартып, бұлай сөйлеу деген тарихты құртады. Ал енді жарайды. Шыңғыс ханның дәуірінен 100 жыл бұрын 11 ғасырда Махмұд Қашқари деген бабамыз түрік сөздігін жазды. Түрік сөздігін араб қарпымен жазды. Ол мұсылман болмаса араб қарпы оған қайдан келді? 11 ғасыр. Біздің азық деген халық менің жұртым дейді, біздің жұрт дейді. Азық деген біздің қазіргі асы жайлауы, Райымбек батырдың қайтыс болған жері. Бұл қазақтың тарихы. Азық асы, бірақ Таласта асы деген тағы көл бар. Осының бәрі бұрынғы тайпалар. Қазір бұл тайпалар жоқ. Бұны Оғызнамада жазып кетеді. Жаңағы мына Махмұд Қашқаридың 11 ғасырдан түрік сөздігінде біздің алғашқы көне тайпалардың біраз аталады. Олардың да хабары жоқ мына тарихшының. Қоңырат деген бұлар бергі тайпалар. Қоңырат, Найман, Керей, Меркіт, Жалайыр. Бұлардың бәрі орта ғасырда пайда болған тайпаларымыз ғой. Міне осылардың бәрін ара жігін ашпасаң, ол ботқа болмай ма? Тарих деген анықтық, бұл есептік дәлдікті талап ететін ғылым ғой, тарих деген.
Енді былай қарасам, Қашқар қай жақта, Жетісу қай жақта? Шыңғысхан, Жошы хан, бұлардың бәрі Жетісуда өскен, қазақтың жерінде өскен. Қарақорым, анау Жетісудың шеті. Ол Қарақорымда Керей, Найман, Ұйғыр, осы үшеуінің түйіскен жері деп ұрып қолмен қойғандай жазып кеткен. Ол тарих емес пе біздің? Тіпті бұны дейді, ұйғырлардың жерінде деуге болады бұл Қарақорым. Жердің шетіне өгіз әдейі салып отыр. Мынау менің мекенім, бұдан былай менің елім, менің жұртым, мына шекарадан бері өтпейсіңдер деген сөз оның. Ал оның бәрін жоққа шығару деген қалай? Сонда қара, Жетісудың ар жағындағы Қашқар мұсылман болады, Қашқардың солтүстік жағындағы ұйғырлар мұсылман болады, арабша жазады, және тарихшылардың бәрі айтады, осы ұйғырдың жазбасын әкеліп, үйтіп Шыңғысхан пайдаланған. Ол өтірік әрине. Шыңғысханның өз жазбасы болған, өзінің жазатын адамы болған. Ал енді осылардың бәрін қалай? 12-13 ғасырда ұйғырлар бәрі арабша жазады. Оның бер жағындағы Керей, Наймандар, Жалайырлар, бұлар жазбайды. Жамал Қарши деген бабамыз болған, Қаңлыдан шыққан. Мына Алмалықта, қазір Қытай жерінде қалды Алмалық. Ол кісінің жазған жазбалары бар. Өзі имам, жоғары мерген. Оның туған бауыры сол кезде Ташкентті билеген. Ташкент қазақтікі болған. Соның бәрін жазып кеткен бабамыз. Жамал Қарши бабамыз. Мына молдалар дейді, молдалардың аты жөні имамдарды айтады. Бұл Шыңғысханның заманынан бері келе жатқан молдалар дейді. Бұл не деген сөз? Шыңғысханның заманында Жетісуда мұсылман діні бар деген сөз. Бұл жазбалардың бәріне мансұқтайтын болсақ, бізде тарих қалмайды ғой. Жазылып тұрған, айтылып тұрған тарихты айтпайтын тарихшы, бұл қалай біздің үшінші томымызды жазып шығады? Енді бұлай орта ғасырдың жазба тарихтарын айтайық. Бұның ішінде Шыңғысхан жайында жазылған Шыңғыс Қағанның Құзауыры деген әйгілі жазба бар. Бұны алғаш тапқан Қафаров деген орыстың Қытай танушысы. Онан кейін бұл жайында жазған тағы да орыстың Қытай танушысы Березин деген. Онан кейін тағы орыстың Қытай танушысы Бичуриндер. Міне осы Шыңғысханның Қытай мұрағатындағы жазбаларын Ресейге әкеліп, Ресей патшалығында таратқан өседі. Үшеуі де Қазан университетінде оқыған. Шығыс тілін біледі ептеп деген сөздер бұлар. Қазаннан шыққаннан кейін. Ал енді осы жаңағы шамаменен бұны менің дәлелдеуімше қазіргі жасанды аты Моңғолдың құпия шежіресі деп отыр. Ода құпия ештеме жоқ. Бұл орыс ғалымдарының ойлап тауып, мынаның қазақ шежіресіне жазылатын шежіре екенін бізге танытпау үшін Шыңғыс Қағанның Құзауыры, Шыңғыс Қағанның Тұп-тұқияны деген сөзді кітаптың сырты аты түрікше, қазақша тұрғаннан кейін оның ішінде қазақша болатын біліп, оның атын өзгерткен. Моңғолдың құпия шежіресі. Сокровенные сказания моңғолов деп аталады қазір. Соны мынау кім оқыған шығар? Жақсы, оны оқымаса қалай? Орта ғасырдың жазбасын оқымаса орта ғасырдың тарихы болады. Сонда жазылған 1182 жылы Сокровенные сказаниеде де тұр, Шыңғысханның Құзауырында да тұр, Алтын топшыда да тұр. Жамұқа жалайырлардың қаны болып тұрған кезде 1182 жалайырдан көңілі қалған, Жамұқадан көңілі қалған жалайырлар бір түнде көшіп Көкнорда отырған Теміршінге қосылып кетеді. Жалайырлардың көбі қосылып, арасында Қоңырат та бар. Бірнеше айдан кейін өзі меңлікке тиген өзінің өлең шешесі де келіп қосылады. Өлең шешесі келіп қосылғанда Теміршін Іле Өнел өзенінің бойында шешесінің қайтадан өзіне келгенін, өзінің хандығына кіргенде той жасайды. Сол тойда шатақ болады. Оның бәрі жазылған нәрсе ғой. Бұл 1182 жылы.
Сонда жаңағы келген Жамұқадан бөлініп келген жалайырлар көп болғаннан кейін оның 3-4 ақсақалы ана сокровенный сказание де, Моңғолдың құпия шежіресінде де, Шыңғыс ханның құзырында бүкіл келген жалайыр руларының аты жөні бәрі тізімдеп тұрып жазылған. Сол 7-8 ақсақалы жиналып келіп Теміршінге айтады: енді сен біздің қанымыз бол дейді. Біз сенің құзырыңа бағынайық, сенің айтқаныңды істейік, жеке ел болайық дейді. Сөйтіп Шыңғысқа 1180 жалайырлардың ханы болады. Мен бұны ойдан шығарылып отырғаным жоқ. Жаңағы жазбалардың бәрінде жазылып тұр. Бұны қалай оқымайды біздің тарихшылар, қалай білмейді? Алтын топшы деген қолжазбаның атына қараңыз. Алтын топшы деп орысша аударған. Алтын деген алтын. Қазақ әлі де алтын дейді. Топшы дегенді бұл аудармашылар түйме деп аударады. Өйткені қалмақтың сөзінде топшы дегенді түйме дейді. Бұл алтын топшы емес, алтын топшы. Бұны орыстың ғалымдары золотой сборник деп аударады. Золотой сборник деген не деген сөз? Бұл қазақтың сөзі екені көрініп тұр. Алтын топтама, алтын жинақ деген сөз. Неге жинақ? Бұны дейді 17-ші ғасырдағы Лапсан Донсан жазған дейді. Айналайын-ау, 17-ші ғасырдағы адам 13-ші ғасырдағы Шыңғыс ханды жазу үшін оның қолында бір жазба мағлұмат болу керек қой. Оның ішінде былай, біздің әскер дейді. Біздің әскер ана жақтан ауылып, наймандардан қарсы бір жотаға шықты дейді. 17-ші ғасырдағы Лапсанда біздің әскерде қандай айтуға қақысы бар? Оны көріп отырған адам айтады. Оны көріп отырып жазған Шыңғыс ханның өзінің өкіл інісі татарлардан құлжаның қасын шапқанда құлжадағы қолға түскен жетім бала, оның аты Сызған Құтқа. Сызған деген сөз жаза білетін адам деген сөз. Сызған Құтқа жазады. Міне Моңғолдың құпия шежіресін Шыңғыс ханның құзауырын жазған адам осы Сызған Құтқа. Өзінің інісі жазып отырғанда ол ұйғырдың жазатынына, арабтың жазатынына өтініп, не Шыңғыс хан ақымақ адам ба? Өзінің құпиясын, өзінің шежіресін біреуге жаздырмайды. Өзі айтып отырып Сызған Құтқаға жаздырады. Тілеуберді Әбенәйұлы Қытай тілінен аударған Шыңғыс ханның құзауырында мынандай сөз бар. Ол Шыңғыс хан өзінің аурушаң бола бастағанда анау найман әйелінің айтуыменен балаларына көзі тірісінде бәрін ұлыстарды бөліп береді. 4 баласына 4 жақты бөліп беріп, қолбасшыларына әскерді бөліп беріп, 92 түмен жасайды. Сонда бәрі біткенде Сызған Құтқа деген жаңағы інісі келеді. Келіп былай дейді: соған адам көңіл аудару керек. Мен дейді қаршадайымнан сіздің дәрет құманыңызды көтеріп жүрген ініңізбін дейді. Маған қандай үлгі үлес атамадыңыз ғой дейді. Дәрет құман деген мұсылманнан басқа кім дәрет алады? Шыңғыс хан мұсылман дәрет алған ғой. Сіздің дәрет құманыңызды көтеріп жүріп дейді. Ол сөзді енді 800 жыл бұрынғы сөзді мен апарып жаздырған жоқпын ғой. Бұған мән беру керек қой. Адамда қисын болу керек қой тарихты айту үшін. Сонда Шыңғыс хан айтады: сен менің ана 4 інімнен кейінгі, баламнан кейінгі, ана 5 інімнен кейінгі 6-шы інімсің ғой. Мен саған солармен қатар үлес берем дейді. Сонан кейін өтіп отырады да былай деп айтады: мына дейді, мен айтып, сен жазған жосықты дейді, елдің құлағына жеткіз дейді. Бұл бұрмаланбайтын болсын дейді. Бұны бұрмалаған адам қатаң жазаланатын болсын дейді. Кез келген тарихшы бір сөзге мән бермей ме? Мен бекітіп, сен жазған жосықты дейді. Жосық деген қазақ қазір жөн жосықты білмейтін адам екенсің дейді. Заңды білмейтін, тәртіп білмейтін. Бұл қазақтың сөзі емес пе? Бұны қазақтың сөзін білмейтіндер ясақпен шатастырады. Шыңғыс хан жазған ясақ деп орыстың кез келген ғалым айтып. Ясақ деген жасақ. Жасақ деген сол кездегі Шыңғыс ханның салығын жинаушылар. Сол жасығын жинаушылар азғана топты жасақ деп атаған. Содан қазір біздің жасағы деп аз-азғана әскердің тобын жасақ деп кеттік. Бұл қазақтың сөзі. Қазақтың тілінің тарихы, этимологиясы. Ол тілді білмей, мен қазақтың тарихын білеу деген ол көпірлік болады. Тілді білмеген адам, ең құрмаса мен бұны білмей екем деп білмейтінін айтпау керек. Енді осы жерде мынандай не бар? Гүлжан сұрақ қойды.
осы тәңір дінін қазақтар қабылданбақ, осыған қатысы жоқ деді. Төбе шашым тік тұрды. Шоқан Уәлихановты оқымаған ғой. Шоқан Уәлихановтың тенгрианство деген үлкен мақаласы бар қазақтың тарихты қалабекінде. Ол Шыңғысханды оқып, Шыңғысхан өзі дейді, балаларына тәңір жарылқасын дейді. Бұл сонда Шыңғысхан кім? Қалмақ па? Қалмақ тәңірге табынып па еді? Қазіргі біздің моңғол деп жүргеніміз қалқа қалмақтар, қалқа қалмақ. Олармен бірге біздің мына Бешерінің жазуында Найман моңғол дейді, Керей Найман дейді, Жалайыт Найман дейді, Жалайыт Найман дегенде Жалайыр. Бұлардың бәрі моңғол деп айтады Бешерин. Сонымен бұлардың қалқанында моңғол екен, бірақ Найманда моңғол жоқ қазір, Жалайырда моңғолдық жоқ, Керейде моңғолдық жоқ, Қоңыратта моңғолдық жоқ, Меркітте моңғолдық жоқ, нағып қалқада ғана қалып қалды. Ол Сталиннің әмірімен қалып қалды. Моңғол дегендер осылар болады деп 1924 жылы Моңғол халық республикасын құрды, және соған өзінің жесін өз аузыменен былғайық деп Тұрар Рысқұловты жіберді. Ұлан Батыр деп, Қызыл Батыр деген сөз. Міне Ұлан Батырдың атын қойды. Бұның бәрі біздің біріміз көріп, біріміз естіген қазіргі тарих. Бұдан тарихшы әрине хабардар болу керек еді. Неге оны болмады мен білмеймін. Тәңір жарылқасын деген сөз, мына көк тәңір дейміз. Мына албан ағайындарымыздың ар жақ түкпірінде Тәңіртау, қан тәңірі тұр. Қазақтың жеріндегі тұр. Бұл не міне? Қазақ сонда қан тәңірін мойындамағаны ма? Қазаққа қатысы жоқ болды. Көк тәңірі, көк түрік деген міне тәңір. Тәңір деген көкте тұрады. Бұл қазақтың ырым жырымы ежелден келеді. Құдай дегенді әр халық әртүрлі айтады. Орыстар Бог дейді, арабтар Алла дейді, қазақ Құдай дейді. Жаратушы ием дейді, жасаған дейді. Ең дұрыс сөз, ең ғылыми сөз осы қазақтың сөзі. Жасаған деп табиғатты айта ма? Нені айтады? Жаратқан деп кімді айтады? Жаратушыны айтады ғой. Құдай жаратушы дейді. Қалай дәл сөз? Бұның бәрі жаңағы тәңірден мұсылмандыққа өткен кездегі тәңірде жаратушы, Аллада жаратушы. Біз бұны қабылдағанда деп осылай қабылдаған. Өтпелі кезеңнен осылай өткен. Ал енді ислам дінінің келуіне байланысты біз біраз нәрседен айырылдық рас. Біраз нәрсеге ие болдық. Оның бір дінге байланысты. Дін адамның мәдениетін, өркениетін дамытатын, соны бекітетін ұғым ғой. Адамның адамгершілігін бекітетін ұғым осы дінге байланысты. Бұл дінді шатастырып, біз 14-ші ғасырда қабылдадық деген бұл тарихқа қиянат, халыққа қиянат, шындыққа қиянат. Бұлай бет албатты сөйлеу деген анау мынауға кешірімсізға, тарихшыға және 7 томдықты жазып отырған бір білей тарихшыға кешірімсіз нәрсе. Бұл қылмыс деп ойлаймын мен. Сондықтан осы интернетке шығып сөйлеуге мәжбүр болып отырмын. Тарихта тағы мынандай дерек бар. Шыңғысханның тұңғыш ұлы деп жүрген Жошып 1182 жылы туған. Ал ол кезде Шыңғысхан 23-те болады. Ал ол 13 жасында үйленген. Одан да көбісті. Сонда бұл 10-13 жыл оның өмірінде құпия болып қалады. Бұның бәрін мән беру керек. Тарихшы мән беру керек, зерттеу керек, бұл қалай деу керек. Оның тұңғыш баласының аты Бейин дейді. Бұны біздің қазақ айтпайды. Қытайдың сол кездегі елшісі Шиауахун деген кісі айтады. Шиауахун деген 1221 жылы Шыңғысханның ордасында да болады. Мұқалидың ордасында да болады Қытайдағы. Сонда Шыңғысханның татар екенін, оның мекені Қидан мемлекетінің солтүстік батысында екенін, міне
қидан деген қазіргі ішкі моңғолдар отырған жер, оның солтүстік батысы деген шығыс Түркістан, және былай келгенде Қазақстан. Қолмен қойғандай жазылған нәрсе. Бұны анау-мынау адам мән бермеуі мүмкін, тарихшы қалай мән бермейді? Қиданның солтүстік батысында Қазақстанның бар екені. Міне сол бірінші баласының аты Бейін дейді. Бұл Бейін деген қалай деп берсем, ағылшынды білетін бір балалар айтты. Бейін деген ол өзі деген сөз, бұлай. Өзі деген сөз деп қойды. Мен айтам, енді ол қалай? Шыңғысхан ол кезде ағылшын тілін білуі мүмкін емес қой. Ол қалай баласының атын ағылшынша қояды? Деп сөйтіп қарап, молда інілеріммен хабарластым. Содан кейін Нұртас Оңғасыновтың араб қазақ сөздігіне қарасам, Бейін деген ұлы, өзінің ұлы деген сөз екен. Арабтың сөз екен. Бұл қалай келіп жүр енді Шыңғысханға? Ол мұсылмандықты білмесе, арабты білмесе. Тұңғыш баласы ана меркіттерге кетіп, даулы болғанда өзінікі, бұл өзінің ұлы деп арабша қойған. Қазақша қойса тағы даудан дау шығады ғой. Сондықтан арабша Бейін деп қойған екен. Бұны Жамал Қашып ағамыз да осы атты көдеді. Жошының осындай аты деп, ол кісі тұңғыш баланы шатастырып алады сондай. Өйткені бұны кімдің? Шыңғысханның өзі жасырған ғой тұңғыш баласын. Сондықтан тарихшылардың бәрі оқымай, айта сағынған анып өстіп алданып келгенбіз. Ал енді екінші бір сөз, сол кезде келген. Бұл Бурхан Халдунда өмір сүрген дейді Шыңғысханда. Бичуриннің статистические данные Китайский империя деген 1868 жылы ма, 19 ғасырдың ортасында жазған кітабы бар. Бүкіл Қытайды зерттеп жазған. Сонда дейді, Бурхан тауы Қытай империясында бір-ақ жерде дейді. Бірақ Бурхан тауы бар екен айтады. Ол Бурхан тауы қазір Жаркенттің желкесінде тұр. Қытайдың жерінде, Моңғолдың жерінде Бурхан тауы деген тау жоқ. Мынау Бурхан шығар, анау Бурхан шығар деп ары тартады, бері тартады, оның бәрі жазған. Шыңғысханнан айырылып қалмау үшін ойлап тапқан айла, шарғы. Ал енді бұл Бурхан жарайды, қазақтың сөзі бұл лауазым. Бурхан деген адам билеп тұрғанда Есілкей келіп біздің Қарақорымда аңдар таусылды, енді біз сендерге келіп өшерге қоныс берсең бізге дейді Бурханнан. Бурхан сонда оған өзінің, Бурхан деген сол жердегі ұранқайлық жалайырдың бір түрі. Шыңғысханның құзауырында, алтын топшыда бәрі анық жазылған. Уранқай один из ветвей жалайыр деп тұрып анық жазылған. Бұны елемейтін тарихшы. Жарайды, Жорамалдың аты Жорамал айтылмаған сөз айтты. Анық жазылып тұр, Уранқай. Это один из ветвей жалайыр дейді. Уранқай деген Түркістан облысында бір жер бар. Бурхан Халдун Уранқай деген екіде. Неде? Абай облысында Марқакөлдің қасында Уранқай деген ауыл тұр. Одан ары Бурабай Оқжетпестің қасында Уранқай деген ауыл тағы тұр. Анау Сақаның ішінде Уранқай әлі тұр. Олар біздің жалайырдан шықтық демейді қазір. Жеке ұрымыз. Бірақ Сүбетей батыр да біздікі, Желме батыр да біздің Уранқай деп жүр. Міне тарихтардың шатасы ол. Оған неге шатасы ол? Әдейі шатастырып отыр. Сонда жаңа Халдун деген сөз, жаңа араб, бұл да арабтың сөзі екен. Мәңгі деген сөз екен. Оңдасыновтың сөздігінде тұр. Мен Ербол деген мына Бәйкен Әшімов мешітінің имамы, інімнен сұрадым, аға ол солай деді, мәңгі деген сөз арабтың. Сонда енді Шыңғысхан арабқа еш қатысы, мұсылмандық еш қатысы, неге бір баласының атын арабша қояды, және өз туып өскен жерін Бурханды, мәңгі Бурхан деп ат қояды. Бұның бәрі басқа ойланбаса тарихшы ойланатын нәрселер ғой. Өнен кейін қара, Карпелей деген Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін 1141-42 жылы сонау Италиядан Карпелей келеді. Ол әуелі келіп Бату ханның ордасында сарайда болады. Одан бері адамдар бұны алып келіп бір өзеннен өттік дейді. Суда қойған. Ол сал болу керек енді. Кеме деп айтпайды, қайық деп айтпайды, судно дейді. Демек бұл сал болуы мүмкін. Ленің мына Бақанас жағынан өткен ғой. Сол жаққа барғанда тарам-тарам болып кетеді ғой Ленің өзі. Сөздерден өттік дейді. Бір үлкен өзеннен өттік дейді.
Оның мына түсініктемесінде тұр. Бұл іле өзені деп тарихшылар анық жазған. Іледен өтті. Бұл желтоқсан айында келеді. Бұл қыстың айы. Жетісуда қыс басталды деген сөз. Сонда дейді, 25 күн жүрдім дейді. Оң жағымда бітпейтін бір тау, сол жағымда бітпейтін бір көл өзендер дейді. Екеуінің ортасымен жүрдім дейді. Құдай-ау, мына оң жағында қазіргі Жоңғаралы тауы ғой. Бұрынғы аты Арқас. Арқас тауы. Ал неден басталып сонау Қытай жеріне дейін өтіп кетеді. Ар жағында бітпейтін өзен бұл не міне? Бұл мынау Балқаш. Балқаштан Қошқар көлі. Қошқар көлден Алакөл. Алакөлден Жалаңаш көл. 25 күн жүреді. Қолмен қойғандай ғой, мен Жетісуда өскен және көптеген өзендерден өттім дейді. Мен Жетісудың баласымын ғой. Бұдан басқа қазақтың жері бұндай жоқ. Bir жағынан тау, екінші жағынан өзен, екеуінің ортасымен жүрген. Бірінші келген қалам екі ұйыс дейді. Екі деген қазақтың сөзі. Ұс деген қазақтың көне сөзі. Ұс су. Үйсін деген ұсың дейді. Сол сияқты мына буындардың ауысы болады. Мына парсылар кері өлең дегенді келі өрен деп ауыстырып айтады. Оның өзін березін таң қалады. Қалай осындай буындарды ауыстырып сөйлейді? Бұндай деп болады. Ал бұл екі ұйыс қаласы деген екі су деген сөз. Екі су. Осы күн айтсақ, екі өзен, не болмаса қос өзен деген болады ғой. Бұл қаланың орны әлі жатыр. Талдықорғаннан батысқа қарай 18 шақырым, мына жағынан Көксу келеді, мына жағынан Қаратал келіп қосылады екен. Ары қарай Қаратал болып барып Балқашқа құяды. Ол жерде қаланың орны әлі жатыр. Бұның ең бізге керекті нәрсесі екі деген сөздің де қазақтың сөзі екені, осы екі өзен деген сөзі және Карпин айтады, мен таң қалғаным дейді. Мына жерде сарациндер тұр дейді. Ал сарацин деген не? Қазір Германияда тұратын түріктердің бәрін германдықтар сарациндер дейді. Мұсылмандар деген сөз. Ал 13-ші ғасырдың бірінші жартысында Қаратал мен Көксудың ортасында мұсылмандар тұрса, осы жерде туып өскен Шыңғысхан қалай мұсылман болмайды? Мұсылмандық қалай Жетісуға келмеген болып шығады? Неге бұны тарихшылар мән бермейді бұған? Енді тағы бір керемет нәрсе бар. Бұл енді тарихшыға кешірімсіз деп ойлаймын өз басым. Шыңғысхан қалай қайтыс болғанын Рашид ад-Дин менен алтын топшы Рашидтің Жамиғат Тауарихы жөнінген Әбілғазы бабамыздың түрік сөздігі осы үшеуі бірдей айтады. Үш бірдей дерек бір жерге құйылып тұрған нәрсені мойындамайтын тарихшы, ол мен тарихшы деп айта алмаймын. Былай дейді бұлардың бәрі. Bir күні дейді Шыңғысхан аң аулап жүріп, шаршағаннан кейін бір жазық жерде тұрған жалғыз ағаштың түбіне барып демалды дейді. Сонда демалып жаны рахаттанды дейді. Сонда нөкерлерін шақырып, келіңдерші деп шақырып отыр. Мына жерді белгілеп қойыңдар деп айтты дейді. Мен о дүниелік болғанда өшірге жерлеңдер. Мынау бір әдемі жер екен. Көрінісі де жақсы, отырысы да жақсы. Белгілеп қойыңдар дейді. Кейін Шыңғысхан таңғұттарды шапқан кезде сөзде қайтыс болады ғой. Сонда оның өзімен қатарлас адам атқа жегіп сүйегін алып келе жатқанда бір батпаққа арба тығылып қалады. Сонда өз заманасы, әй Шыңғысхан дейді, сен ар жақта балаларың күтіп отыр, сені бөрте күтіп отыр, сенің мынауың не деп атты ұрғанда ат батпақтан шығып кетті дейді. Сөйтіп аяғы не дейді? Сол өзі белгілеген жерге жерленді дейді. Құдай-ау, бұған қалай мән бермейді адам баласы? Ойбай, Шыңғысханның қай жерде өлген, жергізде өлгеннен үстінен атпен қоймен шауып өтіпті белгісі. Неге? Бүкіл аты әлемге белгіліп отырған қанның бейітінің үстін тап-тап тастауға не себеп бар? Жоқ ондай себеп. Бұл Қытайдың жырнамаларында бар, Бичурин әкелген солардың жырнамасы. Қытайдың жазбаларында ғана история последних 4 ханов из Чингизидов дегенінде ол пікір айтпайды Бичурин. Сол жерде Қытайдың жазбаларынан үзінді келтіреді. Солың бір үзіндігінде осындай Қытайдың жерінде өлді, Қытайдың есінде осындай болды дейтін бір өсек сияқты сөз бар. Көрмеген өлген. Соған сенеді. Мына
нақты дерекке ешкім сенбейді. Бұл деген сұмдық қой. Ал енді сол жерде дейді, бәлен күн жоқтау айтылды дейді. Оны мен жазған жоқпын ғой, көкім бұл. Плач, жоқтау айтылды дейді Шыңғыс ханның. Жан жақтан адамдар келді дейді. Сөздерге жерленді дейді. Ал қалай жерленді? Бұған мән бермеген тарихшыны мен білмеймін. Бұның бетіне дейді, Құраннан 28-ші сүре, 88-ші аят жазылып қойды дейді. Рашид әдінде тұр. Әбілғазы бабамызда тұр. Құдай, бұл қандай тарихшылар бұл? Жамиғат тарихты оқымай-ақ орта ғасырдың тарихын баяндайды ғой. Бұл бұлай деп басталады. Всякие вещь погибнут дейді. Бірақ ол өзін сақтап қалады деп Алланы айтады. Ол кезде 1952 жыл шыққан кітап, ол кезде Құдайды анық айтуға болмайды, кетіріп, сондықтан 10 дегенде Алла деп алмайды. Кейінгі аудармасында солай. Бұл енді бұдан артық қандай дәлелдер керек енді Шыңғыс ханның мұсылман екеніне? Өлгенде оның бетіне Құраннан сүре аят жазылып қойып отыр ғой. Мына кеңес заманында қырғыздар материалы по истории Киргизов и Киргизский СССР деген кітап шығарған. Соның ішінде екі зафарнамадан үзінді бар. Және Шыңғыс ханға қатысты сөздер, әсіресе оның мына отырарды шабуына байланысты де бар. Қазір біздің қазақ тарихшылар да тарихшылар еместе шатастыра береді. Ол кезде отырар қазаққа қарамаған, ол Хорезм жақына қараған. Хорезм Мұхаммед Сұлтанменен алдын ала Шыңғыс хан келісімге келген. Сенің мына базарларың бар екен, ол жақсы екен. Менің туған туысқандарым, келіндерім бар бірге келатқан. Солар бір араласын, мына отырарыңа жібер дейді. Мақұл деп ол жібереді. 500-дей адам, артық ол кездегі сауданың көбі алыс беріс. Мына сен бірдеме бересің, ол оның есесіне бірдеме сөйтіп жасайды ғой, сөйтіп байлықтарын алып барады. Ал оның отырардың басшысы Қайыр хан жаңағы Хорезмшах Мұхаммед Сұлтанның әйелінің інісі, балдызы. Ол ана дүниені көргеннен кейін көзі қызығып, аналардың бәрін бұлар Шыңғыс ханның жансыздар екен, мен қырып салдым деп бәрін қырып салады. Ішіне бір бала ғана қашып шығып, болған зұлматтың бәрін Шыңғыс ханға айтады. Сонда Шыңғыс хан 3 күн бойы беліне бел буып алып, Аллаға жалбарынады. Аруаққа жалбарынады. Бұны қалай түсінуге болады? Менің жазығым жоқ. Жазықсыз халқымды қырдым, мен кегім далам, соған жолымды бер деп шыққан барады. Сөйтеді де отырарды шабады. Сөйтіп отырар қазақтың жері содан кейін өтеді. Одан қайтадан үлкен Әбілқайырдың қолына кетіп, одан кейін барып бұл 20-шы ғасырдың басында Кенесары қайтадан қайтарған қала ғой бізге. Оның тарихы ұзақ. Сонан кейін енді мына отырарды алғаннан кейін Махмұд Сұлтанға жазған Шыңғыс ханның хаты бар екен. Соны қырғыздар жаңа кітабында келтіреді. Сен дейді, Азғаған екеуміздің арамыздағы келісімді бұздың дейді. Сөзіңде тұрмадың дейді. Уәдесінде тұрмау деген елдің патшасына, әсіресе мұсылман патшасына үлкен ұят дейді. Бұл не деген сөз? Мұсылмандыққа үлкен мән беріп отыр ғой. Адалдықтың, әділдіктің бір кепілі деп отыр ғой. Өзі мұсылман емес адам өстіп сөйлей ме, мұсылмандықты жоғары қоя ма? Мына елдің арасында сөз бар еді. Аталарымыздан естиміз, Шыңғыс хан деген сондай адам болған екен. Әуелі мұсылмандық келгенде сұрақ қойыпты дейді. Бұл қалай? Аллаға табыну үшін тек Мекке, Мединеге барып табыну керек. Алла, Құдай бәрін көріп тұрса, бұл өзіміздің туған жерімізде де табына бермейміз бе? Сыйла бермейміз бе деп. Бұның өзімен алып қаш сөзді ойлаған. Сөйтсем жоқ. Әбілғазы бабамыз осы сөзін келтіріп, Шыңғыс хан өстіп айтқан деп. Бұның бәріне тарих елемейтін нәрселер ма? Тарих деген түйме-түймеден, бір-бір сөйлемнен, бір-бір деректен құралмай ма? Міне Шыңғыс ханның мұсылмандығы дегенді осыдан дәлелдемей ме?
Енді мынандай бір нәрсе бар. Жаңа Шыңғысхан өзінің Шұбар деген жерінде Керейленің бойында қайтыс болды дейді ғой. Содан кейін бұған шырақшы қойдық дейді. Әбілғазы бабамыз айтады. Ол шырақшының аты жөнін айтады. Ол аты жөні менің есімде қалған жоқ. Бірақ бұл Уранхай руынан шыққан деп атайды. Жалайырдың Уранхай руынан. Бұл не, іштеме айтпай ма? Өлген Жалайырдың шырақшысы Жалайыр болып тұрған жоқ па? Бұның бәрі енді Шыңғысханның мен Жалайыр едім деген жазбасын қай жерден табамыз? Ондай жазба жоқ қой. Мен Жалайырмын, әлемді биледім, менің Жалайыр екенім, менің бала-шағам, ұрпағым, Жошының ұрпақтары төр екенін бүкіл әлем біледі деп отыр ғой Шыңғысхан. Оны тәптіштеп жазбайды ғой. Бірақ біз қисынменен соны түсінуіміз керек еді ғой. Өкінішке қарай түсінбей отырмыз ғой. Енді Керейлен бар жерде Бұрхан бар екенін, Бұрхан бар жерде Шыңғысхан бар екенін бүкіл дерек айтады. Осы деректі біз сенуіміз керек. Оны айтып келедіміз ғой. Енді бір нені Рашид Дәнді оқыған адамнан басқа адам бұны мойындай да алмайды, түсіне де алмайды. Шыңғысхан заманындағы өзен көлдердің атын атап келеді дағы өненге тоқталады. Қазір мына Моңғолдың жеріндегі өненді Моңғол қалмақтардың өзі оның дейді екен. Оның дейді екен. Оның мағынасын өздері білмейді екен. Неге? Өйткені бұл сырттан барған сөз. Олардың өз сөзі емес. Өздері бұны Херлен дейтұғын Керуленді олар. Херлен, Моңғолдың құпия шежіресі 70-ші жылы аударды ма? Соны оқысаң, Херлен, Керулен деген ол кезде жоқ. Мынау Керулен дегендердің бәрі Шыңғысханға байланыстырылған кейін қазір олар Керулен деп алды оны. Херленді Керулен деп алды. Картаға да орыс тарихшылар сөйтіп түсіріп жатыр. Бұл тарихты бұрмалау. Бірақ біз бұрмалаудың ар жағында шындығын көріп отыруымыз керек қой. Сонда былай жазылған. Енді онан дегенде Тілеуберді Әбенайұлы осы Іле дейді. Іле дегенде мен де қоштаймын. Өйткені Бұрхан осында тұрса, Бұрханнан шығатын 9 күн тығылған Түрген Тоғай, сол ұнаннан Бұрханның қасында әлі күнге дейін Түрген Тоғай болып тұрса, және 1856 жыл Өсек өзенінің аяқ жағы әлі де Түрген өзені деп аталады деп Шоқан Уәлиханов жазып кетіп отырса, мен Шоқанды мойындамайтын, басқаны мойындамайтын, мен міне жерден шыққан жікпін ба? Олай болмайды, олай болуы мүмкін де емес. Бұрхан бар жерде Керейлен бар, Керейлен бар жерде Түрген бар. Бұны дәлелдейтін себеп алтын топшыда Дайынхан деген оның өзінің ұрпағы сол Қытайлар қуған кезде қашып келіп Бұрхан менен Түрген Керейленге паналайды. Сонда айтады, мына Керейлен өзенінде, басқа жерінде мына аудармаларда Түрген тауы деп қана айтады. А Түрген деген сөз тез, шапшаң, жылдам деген сөз. Тауға жылдам тау деп айтуға болмайды. Тоғайға жылдам тау деп айтуға болмайды ғой. Өзенге ғана айтылады Түрген деп. Қазіргі мына Алматы облысында Түрген тұр ғой. Бұны Шоқан жазады. Түрген это быстрый дейді. Демек бұл өзенге қайылатын өтеді. Өзеннің бойындағы тауды Түрген тау дейді, Түрген өзенінің бойы. Түрген өзенінің бойындағы тоғайды Түрген тоғай дейді. Бұл Жаркент пен Көкталдың арасындағы Түрген тоғай, Түрген өзені қазір Үсек деп отырады. Үсек деген біздің Ұрыс ханның, Жошы ханның ұрпағының бір баласы осы Түрген тоғайға ие болып, хан болып тұрған, содан Үсектің қонысы деп Үсек аталып кеткен. Әйтпесе бұл Түрген. Бұның әлгі төмен жағы әлі Түрген аталатын Шоқан бабамыз жазып кеткен. Жазған нәрсені біз мойындауымыз керек. Және Рашид Әлдинде өненді айтады. Течет с востока дейді. Өнен с востока. Бұның қазақшасы шығыстан ағады деген. А Моңғолияда оның деп отырған оңтүстіктен солтүстікке қарай, Амурға қарай ағады. Амурға барып құяды. Жағрапия деген тарихтың негізі. Жағрапия, жер судың аты, оқиғаның бәрі аспанда өтпейді, жерде өтеді, Түргенде өтеді, Бұрханда өтеді, Өненде өтеді. Бұрхан мен Түрген тоғай өзенге барып, Ілеге құйып жатыр, оны Өнен дейтін болса, қалай енді Іле Өнен болмай тұрады? Шыңғысханның анау тартып әкелген жер Өненді бойлап, Өненнен төмендеп Тілеуберді бұның бәрін анықтап аударады. Басқалардың бәрі Өненге кетті, Өненнен қашты дейді. А Тілеубердің аманасында вдоль реки Өнен, вверх Өнен деп бәрі анық жазылған.
Міне тарихшылар бұны ескеруге тиіс деп ойлаймын. Енді бір осылардың бәрінен кейін айтатұғын нәрсе, Шыңғыс хан 7 атасына дейін аттары бар. 7 атаны қуатын қазақтан басқа қандай халық бар? 7 атасында қалай аталатынын айтады. Біз де 7 атамызға дейін білеміз, 7 атадан өзіміздің ұрпақтар айтады. Біз мына бала, немере, шөбере, шөпшек, шөбелек, немене, туажат деп 7-ге бөлеміз. Ал ол кезде әке, ата, атаның әкесі, атаның атасы, баба, бабаның әкесі, бабаның атасы, солардың бәрі Шыңғыс ханның 7 атаның аты болған. 8-ші атаның аты жоқ. 8-ші арған екен Боданжар. Боданжардан Жамұқа жалайыр тарайды, Мұқалы жалайыр тарайды, Ақсақ Темір барлас тарайды. Міне, Ақсақ Темірдің де қазақ екені, оның да жалайыр екені осыдан шығады. Бірақ Ақсақ Темірдің қан болуға, қан атануға қақысы жоқ. Ол әмірші ғана болып қалады. Өйткені ол Боданжар алғанда іште келген, буаз болып келген басқа адамның баласы ол. Содан бірақ Боданжарға бала болған. Бұның бәрі тарихта жазылып тұр. Ал осы тарихтың бәрін білмегеннен кейін орта ғасыр тарихы қалай жазылады? Оны неменеге түйініп жазады? Ол қандай нәрсе ол? Жарайды, тіпті бәрін мойнына бір адамда қисын болуы, Қожа Ахмет Яссауи қай заманда өмір сүрді? Орта ғасырда ғой. Ақсақ Темір Қожа Ахмет Яссауидің басында 15-ші ғасырдың басындағы кесел еті ғой. Демек 15-ші ғасырға дейін туды ғой. Мұсылман ғой. Хикметті араб тілінде жазды ғой. Ал бұны неге ескермейміз? Ал және оны ескермесек, Жүсіп Баласағұн, Құдатқу Бүлік орта ғасырда жазды ғой. Араб қарпімен жазды. Ал ол қалай? Оны неге ескермейміз? Егін Екейдің жазғаны. О да, бұлардың бәрі шудың бойында өмір сүрген адамдар ғой, бабаларымыз ғой. Махмұд Қашқариді айтып жаңағы. 11-ші ғасырда өмір сүрген. Түрік сөздігін араб қарпімен жазды ғой. Бұл сонда мұсылмандық келмей, араб қарпі жеке келген бе бізге? Жаңағы тарихшы осылай түсіндіреміз. Бұл қалай? Тарихты жұлып алып түсіндіру ғой бұл. Енді біздің тарихшылар да, бізден басқа тарихшылар да бір таласып жүрген жағдай бар. Қарақорым. Қарақорым Шыңғыс ханның астанасы болды деп соғатындар бар. Шыңғыс ханның заманында Қарақорым астана болған емес. Қарақорым деген Шыңғыс ханның ата қонысы. Рашид әйтінде оның қайда екені анық жазылған. Бұлар оқымай-ақ айта береді. Тарихшылар да тарихшы еместі. Рашид әйтінде қалай жазылған Қарақорымға? Екі таудың ортасында орналасқан тау дейді. Екі таудың ортасы дегенім біреулер айтады, Алатау мен Қаратау дейді. Ортасы қайда? Айталмайды. Ортасындағы тауды. Мен айтамын, екі тау дегені біреуі Жоңғар Алатауы, біреуі Іле Алатауы. Бұрынғы анау Арқас, мынау Өндір тауы. Екеуінің ортасындағы Қарақорым, қазіргі біздің Сарыөзектің шығыс жақ осында отырған Матай тауы деп отырған тау. Бұны Тілеуберді екеуміз барғанда сол жердегі әкімнің орындасы Болыспай деген жігіт біздің шалдар осы Матай тауын бұрын Қарақорым деп атайтын деп айтқан. Дәп-дәп тұр ғой. Және бұған нанбайын десең жарайды. Қарақорым ана жақтан бар. Рашид әйтінде жазылып тұр ғой. Қарақорымда жат руынан шыққан Мұқалидың туып өскен жері. Мұқали деген жалайыр ғой. Біздің айтты Қарақорымды жалайырдан басқа жақтан іздеуге болмайды деген сөз бұл. Және Шыңғыс хан Мұқалиды дәріптеген кезде ешқашан жат жұрат руынан демейді. Жат жұрат деп айтпайды. Жаңағы Боданжардың буаз әйелінен келген деп айтпайды. Жалайыр Мұқали деп айтады. Шақырып, шүлен таратқанында, бәйгелер шығарғанда. Бұл Шыңғыс ханның әдептілігін,
ізеткен жат деген сөзді пайдаланғысы келмейді мұқалияға. Бұның бәрі тарих. Енді екі таудың ортасында Қарақорым тұр. Бұл Шыңғысханның ата қонысы, Мұқалидың ата қонысы. Ал ана жаққа неге Қарақорым деп қойды? Оны Шыңғысханның балалары сөйтіп қойды оны. Өйткені біздің ата қонысымыздың аты өшпесін деп. Бұл Қарақорымды көрген әлемдегі бүкіл тарихшын Рубрик қана Қарақорым. Карпинийдің өзі көрмейді. Рубрик барып көріп, оның қалай екен, ол жердегі ханның сарайы қайда, бәрін анықтап жазып кеткен Рубрик. Және Рубрикте, Карпинийде о кезде хандар сайланғаннан кейін алтын орда тігетінін айтады. Біздің қазір алтын орда жүрген мына Жошының ұрпағы Батухан құрған алтынның бәрі осыдан. Бұл мынаға Ярослав деген орыстың патшасын алтын ордада өлді дейді, у беріп өлтірді дейді. Бұны Карпиний өз көзімен көрген ғой. Ярославты сол анау Қарақорымды өлтірді дейді. Сонда алтын орда дегені бар, оны бұл көрмейді Қарақорымды Карпиний. Рубрик барып көреді. Алтын орданың ішінде көрген Рубрик. Алтын орда деген қазіргі біздің мысалы астанамыз ғой. Соның астанасы алтын орда деп орыстардың айтуымен алтын орда болып кеткен. Олар өзінің қанын бекіту үшін сол алтын ордаға келіп номенклатурасын бекітіп кететін болған. Бұл тарихи шындық, жазылып кеткен шындық. Осының бәрін біз мойындауымыз керек. Мына Шыңғысханның ата тарихын айтып жүргенде, сайлап жүргенде бір сабыр сақтап, неге жүйелеп айтпасаң, тарихтың өзі анау бір түрлі айтқан соң, мынау бір түрлі көп пікірлердің арасында шындықтың өзі байқалмай кетеді. Сондықтан журналшылар бір түрлі айтуы мүмкін, жазушылар бір түрлі айтуы мүмкін, өнер адамдары бір түрлі айтуы мүмкін, басқа ғалымдар, бірақ тарихшы деген дәл айту керек. Әйтпесе тарих болмайды. Өзбек хан деген 14-ші ғасырда өмір сүрген адам, 14-ші ғасырға дейін қазақ мұсылман болған жоқ деген бұл күнә сөз, бұл қылмыс сөз тарих үшін. Сондықтан мен осы пікірімді айтуға мәжбүр болып отырмын. Мына біздің Зиябек бауырымыз тарихи институттың директоры 7 томдықты шығарып отыр. 7 томдықтың анау бұрынғы өтіріктерді қайтадан сапыратын өтірік болмау үшін мынандай тарихшыларды бәрін сұрыптау керек. Сұрыптап айта алатын, жаза алатын, білетін, білмейтінін білмеймін, білетінді білем деп жазатын тарихшы болмаса, біз бәрін ұмытамыз. Ал өз тарихын өзі ұмытқан білмейтін халық өзі де құриды. Бұл мен айтып отырған емес, бүкіл тарих. Қазір орыстардан үйренуіміз керек. Сталин замандағы тарихты бүге шігесіне дейін бәрін қойып орнына қойып жатыр. Өйткені ана бұрынғыңды тазалап алмай, жаңалықты тазалық тарих келмейді саған. Ана бұрынғыңды тазалап алу керек. Сонан кейін ғана оның іргетасы таза болғаннан кейін сен жаңа тарихымыз. Біздің ана тарихымыз да бұзылып жатыр, мына тарихымыз да бұзылып жатыр. Бұл болмайды. Тарихтың бұзылуы өте қауіпті нәрсе. Жаңағы мен айтқан әйгілі тарихи даталарымызды, тарихи күндерімізді, жылдарымызды атап өтпей жатудың өзі біз құрдымға кетіп бір жатырмыз деген сөз. Мен бұдан шошимын, қорқамын. Сондықтан осыны айтып отырмын ұрпақтарыма. Тарихты білмейінше, ата бабаңның кім екенін білмесең, саған бәрібір. Қай жерде қарның тоқ болса, сол жаққа кете бересің. Өйткені сен ата бабаңды білмейсің, білмегенсің, соған жаныңды ашмайды. Сен тамағың тойса, ит тойған жерде деп кете бересің. Бұл тарихта болған нәрсе, болып кеткен. Бұдан сақтанбай отырмыз біз. Сақтанбай отырмыз, және сақтатып та отырған жоқ. Бұл сұмдық қой. Мынандай қалай болса солай дерексіз сөйлей беру деген бұл тарихты бұзу ғой. Мен жас ұрпаққа тарихқа мән беруге шақырамын.